7 мамыр ер азаматтарымыздың мерекесіне арнап шоколадтың сыртын жасап үйренетін боламыз. Ең бірінші Play Market'тен Pinterest программасын көшіріп аламыз. Сол жерге өзімізге қажетті шоколадтың пустой шаблонын және қажетті фондарды көшіріп дайындап аламыз. Енді поискқа пустой шаблон для шоколада деп жазамыз. Сол жерден өзімізге қажетті пустой шаблонды көшіріп аламыз. Сол керекті шаблонның үстін бассаңыз, жоғары жақта 3 нүкте шығады. Сол жерден скачать изображение деп көшіріп аламыз. Шоколадтың шаблонын көшіріп алдық. Енді бізге фон қажет. Поискқа фон военный деп жазамыз. Өзімізге ұнаған фонды үстінен басып, 3 нүктені басқан кезде скачать изображение деген сөз шығады. Соны басып, соткамызға көшіріп аламыз. Және басқа да керекті фондарды Яндекстен де көшіріп алуға болады. Мен 7 майға арналған Қазақстанымыздың солдаттарының суретін көшіріп алдым. Енді шоколадымызды сыртын жасау үшін Pixar программасына кіреміз. Бұны да Play Market'тен көшіріп аласыздар. Мендегі бесплатный версиясы, бұның платный версиясын сатып алудың қажет жоқ. Осы бесплатный версияда жасай беріңіздер. Төмендегі плюс батырмасын басып, бағанағы пустой шаблонымызды қоямыз. Добавить фото батырмасын басып, бағана өзімізге қажетті фонды қойып аламыз. Бірінші оны төмен жаққа қарай қоямыз. Бұрышындағы стрелканы тарту арқылы фотоны үлкейтуге, кішірейтуге болады. Туралап төмен жағына қойып қоямыз. Дәл солай екінші фотоны да добавить фото батырмасын басып, екінші фотоны да қоямыз. Фотоның жанында суретті бұруға арналған стрелка бар, сол арқылы бұруға болады. Енді екі фотомыз бір-бірінің үстіне шығып тұрғандықтан астындағы солдаттардың суретін көрсету үшін төмендегі смешать батырмасын басып, ластикті басамыз. Ластикті басқаннан кейін фотоның үстіне апарып саусағыңызбен төменгі жақтан бастап өшіріп шығасыз. Керек жерге дейін ғана өшіреміз. Өшіріп болғаннан кейін текст жазамыз. Төмендегі текст батырмасын басып, керекті текстімізді жазып аламыз. Отан қорғаушылар күні құтты болсын деген текстті жаздым. Оның шрифтін де өзгертуге болады. Егер текстіңіз симай жатса, төменге қарай энтермен түсіріп, қайтадан туралап қоюға болады. Тексті жазған кезде төменде обводканы қойсаңыз болады. Одан кейін тень деген бар, соны бассаңыз жазуыңыз анық көрінеді. Текстімізді туралап орнына қойып болғаннан кейін енді шоколадымыздың артқы жағына фон қоямыз. Ол үшін тағы да төмендегі добавить фото батырмасын басып, керекті фонды таңдап қоямыз. Фонымызды дәл бағанағыдай үлкейтіп, кішірейтіп, туралап, жанындағы стрелкадан тарту арқылы туралап қойып аламыз. Фонды интернеттен көшірген кезде оның качествосына міндетті түрде мән береміз. Егер качествосы нашар болса, көшірмеуге тырысыңыз. Фонды көшіретін кезде үлкейтіп көріңіз. Егер фонның качествосы нашар болып кетсе, оны көшірмей, басқа качествосы жақсы суреттерді көшіруге тырысыңыз. Шоколадтың артқы фонына да текст жазамыз. Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Біз сіздермен әрдайым біргеміз деген сияқты қандай сөз жазғыңыз келеді, сол текстті жазып шығамыз.
керекті текстімізді жазып алғаннан кейін төменгі жақта текстің цветін өзгертуге болады, сыртына обводка қоюға болады және тень қоюға болады. Сол кезде сіздің текстіңіз әдемі көрінетін болады. Біздің осымен текстіміз дайын болды. Енді осы жасаған фонымызды шығарып көріп, шоколадымыздың сыртына қаптап көруге болады. Бұл шаблонды жоғарыдағы стрелканы басу арқылы сақтап аласыз. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.